Келешек заманауи білім менен құралланған жастар қолында. Бұл бүгінгі күннің хақиқат кәпі. Жастарымызды заман менен тең қадем таслап, әр қандай бәсекеге шыдам бере алатығын жетік қанегелер етіп тарбиялау ітібардағы мәселеге айланған. Бұндай жастар Қоңырат районындағы қанегелестірілген мектепте де білім алып жатыр. Мемлекетіміз көлемінде өткерілген халықаралық олимпиадаларда жеңімпаз болып, Өзбекстан сайланды командасы құрамына кірген айрықша қабілетлі жасөспірім осы мектеп оқушысы екенлігі мақтанышылы. Сөз хабаршымызға. Біздердің классласымыз Али жақында мектебімізге келгеніменен көптеген нәтижелерге ерісіп жатыр. Бұлардың біріншіден ол жақында болып өткен халықара пәндер олимпиадасында өздеріміздің Қоңырат районы басқышында бірінші орынды иеледі. Али досымыз халықаралыққа шыққаннан кейін біздер солаға шығайық деп жетістікке ерісу үшін оқу бастадық. Оқуға деген біздерде қызығушылық артты, себебі біздердің классласымыз жақсы нәтижеге ерісті. Біздер оған хәуес етіп, біздер сондай нәтижеге ерісуге әрекет етеміз. Білесіз бе, Қоңырат районы қанегелестірілген мектептің оқушысы Али Сәрсенбаев Өзбекстан көлемінде өткерілген халықаралық жастар табиғи пәндер олимпиадасында жақсы нәтижеге ерісіп, Өзбекстан сайланды командасының ағзасы болды. Қазір оның өзімен сөйлесеміз. Бұл табысқа ерішуіме әсіресе себепші ата-анам, мұғалімдерім. Бұл олимпиадаға қызығушылығым басында 7-ші класстан башланды. Қоңырат районы 33 салында орта білім беру мектебінде оқуға едім. Уақытта бірінші ұстазым Бердімұлы Шақлар еді. Ол бірінші физика пәніне жетектеді. Һәм содан бері физика пәнін sevіп, жақсы көріп оқимын. Ол жерде бірнеше жарыстарға қатыстым. Һәм де Ал-Хорезми олимпиадасының Қоңырат райондық басшысында бірінші орын алғаннан, 7-ші класты алғаннан кейін бұл пәнге қызығушылығым және де артып бастады. Одан кейін мен Қалпақстан Республикасы басшысы һәм де Өзбекстан Республикасы басшысында сейде бірінші орынды иелендім. Һәм Өзбекстан басшысы командасының сайлану үшін Ташкент қаласына бардым, һәм сол жылы 7-ші орынды алдым. Мен одан кейін қатты оқуға тырысып бастадым. Себебі маған бір орын ғана жетмей қалған еді. Содан кейін мен тағы осы дәуірді басып өттім, һәм бұл жыл осы халықаралық табиғи пәндер олимпиадасы Өзбекстан құрамалы командасына 6 оқушының бірі болып ілдім. Али Сәрсенбаев бұрын Қоңырат районындағы 33-ші салы ұлыма білім беру мектебінде білім алған болса, халықаралық олимпиадалардағы жоғары жетістіккерлігі менен биыл қанегелестірілген мектептің 9-ші класына имтихансыз қабыл етілді. Оның анық пәндерге болған айрықша ынтасы, ондағы сабаққа қызығушылық өзгеше. Сәрсенбаев Али оқушымыз осы жылы мектебімізге имтихансыз қабыл етілген болса, аз мүддетлер ішінде өзіне жақын достар арттырды, һәм де жақсы нәтижелер көрсетіп келмекте. Ол өзінің теңдеслері арасында білімге құштарлығы, зеректілігі менен ажыралып тұрады. Һәм де өзінің үстінде көп істейді, бос уақытларынан үнемді пайдаланып біледі. Мен оның класс басшысы болсам, оның оқушылардан ажырап тұратығын сездім, һәм де өзінің достарына, басқаларға өзінің білімдерін үлесіп келеді. 22-ші халықаралық жастар табиғи пәндер олимпиадасы халықаралық көлемде 23 ноябрь 5 декабрь күндері Россия Федерациясының Сочи қаласында болып өтеді. Оған Өзбекстан сайланды командасынан 6 оқушы қатынасатын болса, соның бірі Али Сәрсенбаев. Ол бұл белдесуде де жақсы нәтижеге ерісуді мақсат етіп, күшлі даярлықтар көріп жатыр. Мектеп оқушысының бұл жетістіккерлігі білімдендірудегі жаңа реформалар һәм жоғары имканиятлардың нәтижесі.